Айсара Керімбекова, сәлеметсіз бе? Саламатпыз. Бізді көріп отқан жастарға бір кеңес беріңізші өз атыңыздан. Жаным, рахмет. Енді кеңес бергенде қазіргі жастарға тілейтінім, жастардың өмір жасы ұзақ болсын, жастарымыз ақылды болсын, жастарымызды спортқа шақырамын. Спорт деген өте жақсы, ел көресің, жер көресің, сені де адамдар таниды, сыйлы, құрметті боласың. Сондықтан жастарым, қазағымның елдері, жас балалар, осы оқып жатқан балалар, қазір қарап тұрсаң қаншама спорттың түрлері бар. Сол спортпен айланса екен деймін. Көңілдерің, ата-аналар, сіздерде ақшаның несіне қарамай, осы бір той-томалаққа да, басқа затқа да бөлеміз ғой. Сондықтан балаға, қазір барлық жері платный, біздің кезде бәрі тегін еді. Сол балаларыңызға ешқандай ақшаны аямай, сол спорттың түрлеріне балаларды қайсын қалайтын, зорлаудың керегі жоқ, сен мынаған барасың деп, өзінің қалаған спорттың түріне барса екен, қазағымыз биіктен көрінсе екен, осы Бекзат ағалар сияқты, Дәулет ағалар, Сүкемпіров аталарым сияқты, жаңа Назым Қызайбай деп айтып жатыр деп ренжімеңіздер. Сол ағалар сияқты, әпкелер сияқты спортқа қызықса екен, спортты қуаласа екен деймін. Өмір жастары ұзақ болсын, аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет сізге көп-көп. Рахмет жаным. Достар, және жақсы сөздермен осы жерде пікірді қалдырсаңыз болады. Рахмет.